Сәлеметсіздер ме оқушылар? Саламатсыз. Отырамыз. Қазір қандай сабақ оқушылар? Қазақ тілі сабақ. Бүгін бірінші сабақты бастамас бұрын оқушыларымызды түгелдеп алайық. Кім кезекші бүгін? Қалауса кім жоқ? Бұл жерде бәрі түгел. Бүгінгі оқушылар сабаққа түгел қатысты. Жақсы, жарайсыңдар. Онда әдеттегідей сабағымызды бастамас бұрын бірінші өз-өзімізді сабаққа дайындау үшін психологиялық тренингті жүргізейік. Оның атауы сатамын және сатып аламын деп аталады. Ол үшін бірінші балалар не істейміз? Ортаға шектер жасап тұрайық. Жалпы адам баласының бойында бірнеше асыл қасиеттер мен жағымсыз қасиеттердің болуы әбден мүмкін. Өйткені өмірде таяқтың екі ұшы бар. Bir жағы жақсы жағы болса, екінші жағы міндетті түрде жағымсыз жағы. Сол сияқты адам баласының бойындағы бүгін жағымсыз қасиеттерімізді көршімізге сатамыз, ол көршіңнің бойындағы жақсы қасиеттерді сатып аласыңдар. Бірінші өзім бастаймын. Мен бойымдағы өзімнің қорқақтығымды, үрейшілдігімді Гүлназға сатып, Гүлназдың жүректілігін сатып аламын. Мен өз бойымдағы ойланбай сөйлейтінді Назеркеге сатып, Назеркенің батылдығын сатып аламын. Мен өзімнің ызақорлығымды Дианаға сатып, Диананың сенімділігін сатып аламын. Мен өзімнің тез шешім қабылдайтынды сатып, Саматтың сөзге шешендігін сатып аламын. Мен өзімнің ұялшақтығын сатып, Дәурен инабаттылығын сатып аламын. Мен өзімнің сенімсіздігімді Айдосқа сатып, бұның ақкөңілдігін сатып аламын. Мен балыстарға шыдамсыздығымды сатып, ақылдылығын сатып аламын. Жарайсың. Мен өзімнің Айзадағы ұшқалақтығымды сатып, Айзаданың тапқырлығын сатып аламын. Мен өзімнің қанағатсыздығымды Балаусаға сатып, Балаусаның адалдығын сатып аламын. Мен өзімнің қызба мінезімді Маржанға сатып, Маржанның ақкөңілділігін сатып аламын. Мен өзімнің жалқаулығымды Назеркеге сатып, еңбекқорлығын сатып аламын. Жарайсың. Мен өзімнің ренжітігімді сатып, Шұлан ақылдығын сатып аламын. Жақсы. Мен өзімнің қызғаншақтығымды сатып, Айдананың адалдығын сатып аламын. Мен өзімнің мақтаншақтығымды Ринатқа сатып, мейірімділігін сатып аламын. Мен өзімнің бір істі бастап, екінші істі аяқтамайтынымды сатып, Дәділдің білімділігін сатып аламын. Жарайсың. Мен өзімнің шыдамсыздығымды Апайға сатып, Апайдың мейірімділігін сатып аламын. Жарайсыңдар. Жақсы. Жақсы қасиеттерді бойға ала қалса, орындарымызға жайғасайық. Ал оқушылар енді топқа бөлінді. Мозаика әдісі бойынша, мына жерде бірнеше суреттің қиындылары бар. Осы бойынша топқа бөлініп алайық. Мына жерде жайлап, асықпай келіп, суреттің қиындыларын аламыз. Кәне оқушылар, асықпаймыз. Суретті құрастырамыз. Апай жақта ол. Суретті құрастырамыз. Оқушылар партаны босатайық сәл-сәл. Сөйтіп партаның үстіне суретті құрастырамыз. Сол кезде өзі бір мағынасы бар, бүгінгі тақырыпқа орай бір сөздердің шығуы мүмкін. Сол сөздерге байланысты топқа бөлінеміз. Ал Дәурен, сендердің топтарына не шықты? Қандай сөз шықты? Бізде атазаң сөзі шықты. Атазаң сөзі шықты, жарайсың, жақсы. Заң дегеніміз не сендер ойлаңызша? Заң дегеніміз Диана? Жалпы заң дегеніміз қоғамның негізгі тірегі. Жақсы, отыра ғой. Заң дегеніміз қоғамның негізгі тірегі. Сендер атазаң тобы болыңдар. Келесі топ қандай топ шықты шығуға? Әрбір бала құқығы. Сонда сендердің топтары қалай аталады екен? Құқық тобы. Жарайсыңдар, жақсы, міне құқық тобы. Үшінші топ, Маржан. Бізде міндет сөзі шықты. Міндет сөзі шықты. Жарайсың. Сондықтан сендер міндет тобы боласыңдар. Ал оқушылар, осы сөздерге байланысты, осы құқық тобы, құқық сөзі, міндет сөзі бізге таныс. Себебі біз осы қазақ тілі пәнінен 4-ші бөлімді бастап өттік. Ол бөлім қалай аталатын еді? Адамның құқығы мен бостандықтары деп аталатын тұғын. Жақсы.
Жақсы. Енді қазақтың дәптерімізді ашамыз ары қарай. Қазақтың дәптерімізді ашыңдар. 20 желтоқсан деп жазамыз. Бүгін қаншасы Айдос? Бүгін 20 желтоқсан. Қазақтың дәптерімізді ашыңдар. Жазамыз бүгінгі тақырыпты. 20 желтоқсан. 20 желтоқсан сынып жұмысы деп дәптерге жазамыз. Бүгінгі тақырып бала құқығы басты құндылық деп аталады оқушылар. Сол тақырыпты түсіреміз дәптерге. Жазамыз тақырыпты. 20 желтоқсан сынып жұмысы. Бүгінгі тақырып бала құқығы басты құндылық деп аталады. Бүгінгі тақырыпты жазсақ, әрі қарай кішкене ой қозғау әдісіне берейік. Біз жаңа кезде айтып өттім. Осылай өтіп жатқан бөліміміз адамның құқығы мен және бостандықтар деп аталады. Біз осының алдында бірнеше тақырыптар өттік, бірнеше тәрбие сағаттар өтіп жатырмыз. Әрбір адамның өз құқығы, өз міндеті, өз елінің несі болады? Ата-заңы болады. Енді ой қозғау әдісіне кезек берейік. Ой қозғау әдісі. Адамның басында бірнеше сұрақтар болу керек. Сол сұрақтарға өздерің жауап бересіңдер. Енді осы ой қозғау әдісін әрі қарай сұрақ-жауап арқылы білімдеріңді пысықтайық. Одан кейін кір тапқыр ойын арқылы. Балалар, мына жерде бірнеше ұяшықтар тұр. Осы ұяшықтарды таңдаған кезде ішінен осы құқыққа байланысты, өздерінің топтарына байланысты кішкене түсініктер беріп өтесіңдер. Сұрақтар бар ішінде. Соған жауап беріп өтеміз. Ал топтарымен ақылдасып, құқық бар ата-заң тобын қай ұяшықты таңдаймыз? Дайын болсақ, беріп қай топ дайын бірінші? Ал, міндет тобы. Біздің топтың шешіміміз екінші ұяшықты таңдаймыз деп шештік қой. Екінші ұяшықты таңдаймыз ба? Ал екінші ұяшық оқимыз Айдос. Міндет сөзінің мағынасы қандай, өз міндеттерді білесің бе дейді. Жақсы. Адам баласында үлкен болсын, кіші болсын, өз міндеттері болады. Жалпы міндет дегенімізде топтан кім айтады? Балауса? Жалпы міндет дегеніміз барлық адамға қойылатын бір келіскен талап. Осы міндеттемелердің ішінде өз міндетімізді оқушы міндетін айтып өтетін болсам, біз үйде бала міндетін атқарсақ, мектепте оқушы міндетін атқарамыз. Оқушы міндеттері үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, ұстаздың алдында сыйлы болуға және де сабаққа кешікпей келуге міндеттіміз. Егер осы міндеттемелер орындалмаса, құқықтық жазалау мен шектеу тәрізді жағымсыз салдары болуы мүмкін. Жақсы. Бірнеше оқушының міндеттері бар, иә? Өзінің сыныптастарын құрметтеуге міндеттісіңдер, сабақтан кешікпей келуге міндеттісіңдер, ұстазды сыйлауға, ұстазға жаңағындай құрметтеуге, ұстазды құрметтеуге міндеттіміз. Жақсы. Әрі қарай тағы да кімде қандай ой бар міндет тобында? Айта қойма, Айдос. Міндет дегеніміз әр азамат орындауға тиісті абыройды борыш. Әр адамның міндеті өз отанын қорғау, табиғатты сақтау, өз ісіне жауапкершілікпен қарау, мәдени және тарихи ескерткіштерді қорғау. Міндет сөз, жалпы міндет сөзіне борыш, парыз деген сөздер синоним болады. Жақсы, жарайсың. Жалпы міндет деген сөзге борыш, парыз деген сөздер синоним болады. Синоним дегеніміз не? Кім айтады? Синоним дегеніміз не, Айдос? Бір-біріне жуық сөздер. Дұрыс, мағыналары бір-біріне жуық сөздерді қазақ тілінде не дейміз? Синоним. Сонда міндет сөзі, парыз сөзі, борыш сөзі бір-біріне қандай? Синоним. Мағыналары өте бір-біріне мағыналас сөздер. Жақсы, келесі топ не таңдаймыз тағы да? Ары қарай, оқушының міндеті туралы айттық, тағы да қандай міндет туралы не білеміз? Біз өткен сабақтарда өттік қой, бәріне тоқталып қайталап өтейікші, Мағжан. Әрбір баланың Қазақстан Республикасының ата заңын сақтауға, басқа адамдардың құқықтары мен бостандығын, ар-ұжданы мен қадір-қасиетін, Қазақстан Республикамыздың нышандарын сақтауға, еңбекке жарамсыз ата-аналарын құрметтеуге, басқа тарихи мәдени ескерткіштерді қорғауға,
өзінің тарихи байлықтарына ұқыпты болуға әр бала міндетті. Әр бала міндетті. Қазақстан Республикасының әр баласы, әрбір азаматы міндетті екен. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топ қай ұяшық таңдаймыз? Келесі топ қай ұяшықты таңдаймыз? Ола бірінші ұяшық таңдайтын болып жүрістік. Бірінші ұяшық таңдаймыз. Құрметті оқушылар, бұл бірінші сұрақ, бейне сұрақ. Бейне сұрақ дегенді білесіңдер, күнделікті теледидардан да мыңнан жаңағындай тұлпар жүзден жүйрік деген неше түрлі интеллектуалдық ойдар болып жатыр. Сол кезде не шығады? Осындай ұяшықтардың ішінен бейне сұрақ шығады. Мен де осы сабаққа байланысты арнайы осы арнайы сұрақты дайындатқан болатынмын. Енді соны тыңдайық, ары қарай өз топтарын жауап бересіңдер. Барлығымызға қатысты, иә? Осы сабаққа атсалысуға бәріміздің міндетіміз бар, құқығымыз бар, бәріміздің міндетіміз. Ал осы бейне сұраққа назар аударыңдар енді, тыңдайық. Қандай сұрақ қойды, Нұрлыбек? Осы кісіні танимыз ба, осы жігітті? Ол біздің ауылымыздың тумасы, өз ауылымыздың қайсы ба, Нұрлыбек? Айта ғой. Иә, танимыз. Ол кісі біздің ауылдың тумасы. Жақсы. Осы мектептің 2007 жылы түлегімін деп айтты. Сендер қай жылы дүниеге келгенде оқушылар? 2007. Жарайсыңдар. 2007 жылы сендер дүниеге шыр етіп дүниеге келген уақыттарында бұл ағаларым мектепті бітіріп, жоғарғы оқу орнына түскен кез екен. Яғни бұл біз сіздерден өте үлкен, жасы да үлкен, қызметі де үлкен ағалар. Осы кісілерге мен арнайы тапсырыс бердім, арнайы жаңағындай өтініш айтып, осы бейне сұрақты дайындатқан болатын. Қандай сұрақ қойды, Нұрлыбек? Хамит ағалар қандай сұрақ қойды? Құқық дегеніміз не? Жақсы. Құқық дегеніміз не? Және өз құқықтарыңды білесіңдер ме? Құқықтарын қорғалама деді. Кім жауап береді топта? Құқық тобы. Ринар? Деген тәртіп құқық аса қоғамдық қатынастарды реттеп отырады, және де мемлекетпен қорғалады. Әрбір адамға дұрыс жүру жолдарын таңдауға мүмкіндік береді. Сондықтан құқық құндылық ретінде танылады. Сонымен қатар құқық мемлекеттік қоғамдық қатынастарды реттеп отырады. Ол мемлекеттік ойлар мен құндылықтардан, қоғамның адамгершілік ұстанымдарынан туындап, мемлекеттің күшіне және әр адамның санасына байланысты қалыптасады. Құқық дегеніміз осы. Жарайсың, жақсы. Ал енді сендерге сұрақ құқық тобы. Жалпы құқық тек қана баланың ғана құқығы болады ма? Біз осының алдында қандай тақырып өткен едік? Әйел құқығы, бала құқығын бүгін өтейін деп отырмыз. Әйел құқығы, ер азаматтың құқығы деп бірнеше құқықтарға бөлгенбіз. Жалпы адам құқығы деп айтылады, соның ішінде ары қарай бөлініп кетеді. Ол туралы кім айтады, тағы да ары қарай қосымша Айдана айта ғой. Жалпы біздің елімізде барлық азаматтың құқығы қорғалған. Әр азаматтың құқығы негізделіп бөлінген. Ер құқығы, әйел құқығы, бала құқығы деп. Осының ішінде біз өзіміздің бала құқығына тоқтала кетсек, жалпы біз 18 жасқа толғанша өзіміздің ата-анамызбен бірге тұруға, ата-анамыздан тәрбие алуға әрқайсымыз құқығымыз. Және де ата-анасымен бірге тұрып, ата-анасынан тәрбие алып, өзінің ортасына көңіл бөлуге әрбір баланың құқығы бар деп ойлаймын. Егер де отбасылық жағдайда, отбасылық мәселелерді шешу кезінде де әрбір бала өзінің жеке өз ойын айтуға да құқылы деп ойлаймын. Жарайсың, жақсы. Тағы кімде қандай ой бар, бізде қандай баланың қандай құқықтары бар? Біз тегін демалуға, сабақты тегін оқуға құқығымыз бар. Тағы басқа сендерде құқықты білесіңдер. Шұғыла, сенің ойыңша? Мектептегі оқушының құқығы, баланың мектептік сабақтарды игеруге құқығы бар.
Бала тыныш әрі сабырлы отыруға құқығы бар. Оқытушының оқушыға балаға сөз айтуға құқығы жоқ. Бала өзіне лайықты баға алуға құқығы бар. Оқытушының жеке заттарына қосуға құқығы жоқ. Әрбір оқушы қоңырау уақытында демалуға құқығы бар. Иә, жақсы. Келесі топ қай ұяшық таңдаймыз? Келесі заң тобы қалды бізде. Заң тобы Диана. Біз құқық тобын ұйғарыммен біз 3-ші ұяшық таңдаймыз. 3-ші ұяшық таңдаймыз. Жарайды, қазір. 3-ші ұяшықтан қандай сөз шығуы мүмкін? Кәні? Жақсы. Топтар, ата заң тобы қай ұяшық таңдайсыңдар? Сендерге өзі 2 ұяшық қарған сияқты ғой. 1 мен 2 таңдап қойдық, 3, 4, 5 қалды, иә? Диана ата ғой? Біздің құқық тобының ұйғарыммен Енді келесі ұяшықты кім таңдайды? Енді ата заң тобы қандай ұяшық таңдаймыз? Диана? Біз ата заң тобының ұйғарыммен біз 3-ші ұяшық таңдаймыз. Заң алу ғой? Заң туралы не білесін, ата заңымыздың бастауы неде жатыр? Жақсы, жарайсыңдар. Әрі қараймыз. Заң туралы не білеміз енді? Топтарымен кішкене ақылдасын тұраппыз. Ата заң осы міндет тобы, құқық тобы, бәріміз барып заңға сүйенеміз, заңға барынамыз. Міндет дұрыс орындамаған азамат, біреудің құқығын қорлаған азамат заң алуында бағыныштымыз. Заңның сонда бізде қызметі өте жоғары болып тұр. Ол біздің мемлекеттің ең мықты құжаты, иә? Негізінде жалпы заң дегеніміз қоғамның негізі тірегі. Қоғам деп отырғанымыз мына біздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Конституция, яғни заңды елдің туы, әнұраны, елтаңбасы секілді қадірлеу, қастерлеу біздің парызымыз деген. Сондықтан әрбір адам заң талабына бағынып, жат-қылықтар, өрескел тәртіп бұзушылыққа бармауы, өз міндетін уақытылы орындауын біз оның ата заңы мен халықты құрметтеуі деп білуімізге болады. Конституция елдің барлық ережелері жинақталған мемлекеттің негізгі құжаты. Әр мемлекеттің өзіне тән заң болады. Байырғы кезде адамдар, алғаш пайда болған кезде адамдарда сұрақ пайда болған. Адамдар не істей алады, не істеуге болады деген сұрақ болған. Осы сұраққа заң жауап бола алған деп ойлаймын. Жақсы, осы сұрақтарға заң ғана жауап бере алған. Заңның қызметі мен заңның күштілігінде күшті болған. Заң өзінің атымен емес, заң өзінің адалдығымен маңызды деген бір қанатты сөздер де бар біздің қазақтар. Жақсы отыра ғой, әрі қарай не? Ол мемлекеттің негізгі құжаты. Мемлекеттегі адамдардың құқығын тең дәрежеде ұстап тұратын заң немесе заңдар тобы. Осыдан 26 жыл бұрын бүкіл халықтық референдумда кең байтақ Қазақстанның көп ұлтты халқы өзінің егемендігін барша әлемге паш етіп, көптеген елдермен демократиялық қарым-қатынаста екенін танытты. Сөйтіп 1995 жылы Қазақстан Республикасының ата заңы өмірге келді. Қазақстан Республикасының ата заңы әлемдегі ең жүйелі конституциялардың бірі болғанына қарамастан, адам құқығын дәріптейтін ең үздік 50 конституциялардың бірі. Заң ол мемлекеттің негізгі тірегі. Жақсы. Заң мемлекетіміздің негізгі тірегі. Заңсыз ешқандай мемлекет жоқ. Барлық мемлекет өзінің несіне сүйенеді, өзінің заңына сүйенеді. Біз мемлекет, Қазақстан мемлекеті демократиялық, зайырлы мемлекетпіз. Біздің мемлекетіміздегі басты біздің байлығымыз адам және адамның өмірі, адамның құқықтары деп айтылады заңда. Жақсы. Біздің заңымыздың бастауы қайда жатыр? Өте тереңде жатыр. О, заңымыздың бастауы Керей мен Жәнібекте, оның алдындағы өмір сүрген біздің ата-бабаларымыздың дала заңдарында жатыр. Ол жерде тарихпен де байланысы бар. Заңды айтқан кезде біз әдебиетке тоқталамыз. Заңды айтқан кезде біз міндетті түрде өзіміздің қазағымыздың тарихына тоқталамыз. Жалпы қазақтар заңға өлең арнамаған ақын кемде-кем шығар. Біз осы уақытқа дейін қаншама ақындарды өтті 9 сыныпта. Кім айтады? Назерке, сенде қандай ой бар? Осы орайда Айбатыр Сейтақ ағамыздың «Азат елдің арнамыз ата заң» атты өлеңін оқып кетсем. Еліне арналатын тілек үшін
Ей ұлым, отанымның түлексің, іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін ата заңның білемісің. Ешкімде мін тағалмас елдігіме, дауласып жараспайды белдігіме, бойында ата заңың өріліп тұр, даламның кеңдігі де теңдігі де. Бағынған өз заңына жұмырғалап, сондықтан күннен жерім суынбаған, қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Жарайсың, әрбір заң ата заңнан туындаған деген Айбатыр Сейдақтың өлеңін біз өткен де тәрбие сағатында да өткен боламыз. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Біз ой қозғап өттік. Адам бөлімін, адамның құқығы және бостандықтар деген бөлімді біз өтіп жатырмыз. Соған байланысты құқықпен таныстық өткенде, тағы да оған кішкене ой қозғап, ой жүгіртіп өттік. Адам оқушының міндетіне тоқталдық. Қазақстан Республикасының ата заңына тоқталдық. Енді біз өзіміздің сабағымызға оралайық. Жаңағы сабақтың тақырыбы қалай болды, Айдос? Бала құқығы басты құндылық. Жақсы, бала құқығы басты құндылық деп аталды. Енді ары қарай сол тақырыбымызға ораламыз. Құқығы басты құндылық деп аталады. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырып мақсаты. Әр сабақта бізде міндетті түрде оқу мақсаты болады. Сол оқу мақсатына біз жетіп отыруымыз қажет. Бірінші бізде бүгінгі сабақта екі оқу мақсаты бар. Біріншісі мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіріп, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Екіншісі әдеби тіл жаңағы өзіміздің қазақ тілінің ережемізге тоқталамыз. Салыстырмалы сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу және түрлендіру. Осы екі мақсатқа байланысты қазір мен сендерге топтарға әртүрлі тапсырмалар беріп, сол тапсырманы орындаймыз. Түсінікті ғой, иә? Ал оқушылар, қамалас сөйлем дегеніміз не? Салаласын еске түсірейікші. Бірінші салаласын айтпас бұрын біз нені еске түсіруіміз мүмкін? Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не, Айдана? Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз екі ойдан тұрады және бірінші екеуі тең дәрежеде, яғни бірінші сөйлемнің баяндаушы тұрақты болса, екеуі тең дәрежеде болса, салалас құрмалас сөйлем деп аталады. Жақсы, бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақты болып, екінші жай сөйлеммен тең дәрежеде байланысса, оны салалас құрмалас сөйлем дейміз. Ал балалар, салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Салалас құрмалас сөйлем дегеніміздің қанша түрі бар? Не? Салалас құрмалас біліп алдық қой, енді қанша түрге бөлінеді? Гүлназ? Салалас құрмалас ол 6 түрге бөлінеді. Ыңғайлас салалас, қарсылықты салалас, себеп салдар салалас, түсінді салалас, талғаулы салалас, кезекте салалас болып, мағыналық 6 түрі бар екендігін білеміз. Біз осы уақытқа дейін 3 түрін өттік. Ыңғайлас салаласты өттік, қарсылықтыны жаңағы себеп салдар салаласты өттік. Енді алдағы тапсырма берді. Ата заң тобы сіздер былай орындайсыздар тапсырманы. Алдарыңызда сөйлемдерді дәптерге жазамыз. Сөйлемдерді ары қарай аяқтаймыз. Түсінікті ме? Осы өткен салалас құрмалас сөйлемге байланысты. Екінші оқу мақсатына байланысты тапсырмамен жұмыс жасайсыздар. Сіздер құқық тобы. Сіздерге мәтін берілген. Мәтін берілген, өздеріңіз сияқты оқушылардың құқығы жайлы жазылған. Осы мәтінді оқып отырып, бірінші оқу мақсатымен жұмыс жасаймыз. Осы мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарастарыңызды білдіресіздер, өздеріңіз сыни тұрғыдан баға бересіздер. Жарайды ма? Ол енді оқу тапсырмасы. Ал үшінші міндет тобы сіздер сіздерге екінші оқу мақсатына байланысты тапсырмалар берілген. Осы жерде сөйлемдер берілген, соның қайсысы ыңғайлас, қайсысы қарсылықты, қайсысы себеп салдар екендігін ажыратамыз. Түсінікті ме? Сөйлемге назар аударамыз. Сөйлемге назар аударамыз. Ережесін білеміз. Ыңғайлас салаласын, қарсылықты салаласын екендігін, себеп салдар салаласын. Олар нешеге бөлінеді, өткен тақырыпта бәрі өткен болатынбыз. Енді соған байланысты
өскен ұрпағымызды. Ал оқушылар орындап жатырмызда тапсырмамызды орындап болсақ тапсырмамызға жауап берейік. Ортасына тұрғалы қояды. Ал кел. Ал атазаң болған. Бізге берген тапсырма сөйлемдерді аяқтау. Аудан орталығында заң туралы тегін кеңес беру орталығы ашылды. Ауыл тұрғындарының заң туралы түсінігі кеңейді деп аяқтадық. Аудан орталығында заң туралы тегін кеңес беру орталығы ашылды. Қарай сөйлемді қалай сөйлеп қостыңдар қарай? Ауыл тұрғындарының заң туралы түсінігі кеңейді. Дұрыс, ауыл тұрғындарының заң туралы түсінігі кеңейді. Бұл енді саласының қай түріне жатады, қарай? Саласының қай түріне жатады? Гүлназ. Бұл ыңғайлас саласы түріне жатады. Өйткені екі сөйлемде тең дәрежеде тұр, және де бұл жалғаулықсыз ыңғайлас саласы. Дұрыс, бұл жалғаулықсыз ыңғайлас саласы. Себебі баяндауыштары бір шақта тұр. Дұрыс, баяндауыштар бір шақта тұр. Жалпы ыңғайлас саласы дегеніміз не? Ыңғайлас саласы дегеніміз, оған шылаудың жалғаулықты шылауы қатысады, ол екіге бөлінеді. Жалғаулықтыға және, де, Да, де, та, те деген әлі деген жалғаулық шылаулар жасалады. Ал егер шылау мүлдем қатыспайтын болса, біз баяндаушыдан мән береміз. Баяндаушы бір шақта, яғни бір мезгілде орындалуы керек. Дұрыс. Сонда ыңғайлас саласы дегеніміз іс-әрекеттің бір мезгілде бір ыңғайда орындалуы ыңғайлас саласы дейміз. Жарайсыздар, келесі екінші сөйлем. Жастар заңды біледі, бірақ заңға қайшы әрекет жасайды. Жастар заңды біледі, бірақ заңға қарсы әрекет жасайды. Дұрыс, сөйлемін дұрыс аяқтарсың, ары қарай сөйлей ғой. Бұл саласының қарсылық салас, себебі бұнда бірақ деген қарсылықты жалғаулықты шылау. Қарсылықты жалғау бар, бірақ деген қарсылықты жалғаудың несі? Шылау. Қарсылықты жалғаулықты шылау қатысып тұр. Сондықтан бұны неге жатқызамыз? Қарсылықты саласына жатқызамыз. Жақсы, жарайсыздар. Үшінші сөйлемді оқиды. Дәурен. Жастар заңды біледі, бірақ заң... Ол екі сөйлем, сөйлемді оқимыз. Біз ұлы мақсатымызды орындаймыз, себебі біз еліміздің болашағымыз. Жақсы. Біз ұлы мақсатымызды орындаймыз. Осы жерден ары қарай сөйлемді аяқтадық па енді? Себебі біз еліміздің болашағымыз. Жақсы. Бұл қайсына жатады? Себеп салдарға жатады. Себеп салдар саласына жатады екен. Себебі бұл жерде себебі деген жалғаулар жақсы. Шылау дегеніміз не? Шылау дегеніміз не? Ары қарай сабақты атсалсайық. Шылау дегеніміз не? Шылау дегеніміз сөз табының бірі. Ары қарай жауап береміз. Айдос, шылау дегеніміз не? Сөйлем мүшесі бола алмайды, сөз бен сөзді байланыстырады. Дұрыс. Сөйлем мүшесі бола алмайды сөйлемде. Сөз бен сөзді байланыстырады. Сөз табының бірі. Қанша сөз табы бар қазақ тілінде? Мағжан? 9 сөз табы бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөз, шылау одағай. Жарайсың. Соның үстіндегі шылау, бізге неге керек шылау? Шылау қаншаға бөлінеді? Шылау нешеге бөлінеді? Айдана. Шылаудың өзі 3 түрге бөлінеді. Демелік шылау, жалғаулық шылау, және септемелік шылау. Дұрыс. Соның ішіндегі бізге қайсысы қатысады салаласқа? Нұрлыбек. Соның ішінде салалас сөйлемге жалғаулықты шылау қатысады. Соның мағынасынан ыңғайлас салас жалғаулықсыз болып бөлінеді. Жақсы, ыңғайлас салас бөлінеді, қарсылық салас бөлінеді, себеп салдар саласы осы үшеуіне жалғаулық шылаудың қатыспауына байланысты жалғаулықсыз деп бөлінеді деп өткен сабақтарда да біз өткен болатынбыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, ата заң болу өте жақсы орындалды, өте жақсы тапсырмалар. Келесі қайтуымыз. Бұл тапсырмада бізге мәтін берілген, біз осы мәтінді оқып шығып сыни пікір білдір деген екен.
Біз осы мәтінді оқып шықтық. Мәтінде мектеп қабырғасында болып жатқан оқиға бейнеленген. Бұл жерде сыныпта Самат деген өзі сотқар бала болады. Осы сыныпта да кім бар? Самат деген бала бар. Бірақ біздің Саматтың мінезі қандай оқушылар? Ашық па? Мінезі өте салмақты, ұялшақ, өте сыпайы жігіт. Ал бұл мәтіндегі кейіпкердің аты кім? Самат. Ал бұл кейіпкер қандай екен? Өте бұзық, сотқар бала болған. Ол кластағы әрбір балаға тиісіп соқтығып жүреді екен. Бірде ол Кенжебек деген баланың сумкасынан өзінің туысқан әпшесі берген ручка қаламды алып қояды. Ол оны қайтып алмайды деп ойлап, бірақ Кенжебек оған қарсы шығып, оның бұндай сотқар іс-әрекетін тоқтатуды бұйырады. Өйткені оның басқа амалдарда істеген нәрсесі одан қарай ушығып, кейбір балалар бақытты балалық шағын темір тордың ар жағында өткізуі мүмкін. Оның кесірінен қаншама отбасы зардап шегеді. Бұл жерде оған Әсем деген сыныптасы оған бұны осы істеген дұрыс деп айтады. Мен де оның ойымен келісемін. Сонда бұл мәтінде неше кейіпкер болып тұр Мағдубек? 3 кейіпкер болып тұр. 3 кейіпкер болып тұр. Басты кейіпкер қайсысы? Пернебек. Кенжебек. Кенжебек пен Әлия. Әсем. Кенжебек пен кім Айдана? Әсем. Ұнамсыз кейіпкер қайсысы болып тұр? Самат. Құқықты бұзып жатыр ма? Міндетті орындамай жатыр ма? Не істеп жатыр ол кейіпкер? Самат өзінің міндетін дұрыс атқармай, өзгенің құқығына қол сұғып тұр. Өзгесі кім сонда? Кенжебек. Дұрыс. Кенжебектің қаламсабын тартып алады. Сөйтіп күнделікті ол бұзықшылық жасап, сыныптастарына күн көрсетпейді деген. Сөйтіп ол әркімнің құқығына қол сұғып, өзінің міндетін дұрыс атқармағандықтан класстағы оқушылар, сыныптастары оны онша жақтыра бермейді екен. Мен түсінігім солай, дұрыс. Ал жалпы сендердің сіздің көзқарастары қандай? Ал Айдана, сен қандай сіздің көзқарас бересің енді осы жерде? Менің ойымша, айта ғой, мәтінде берілген Әсемнің сөзімен толығымен келісемін. Шынында да Кенжебек дұрыс деді. Әйтпегенде Саматтың бұндай сотқарлығына біреу қарсы тұрмағанда, мүмкін ол өз дегенін ары қарай жасай беретін бе. Егер оны ешкім тоқтатпағанда, ол өз дегенмен жүре беретін бала болатын еді. Ал егер ол өз бетімен жүре беретін болса, болашақта оның басқа да қылмыстар жасауына, заңға қарсы келмеуіне кім кепіл? Менің ойымша, Кенжебектің өзі де бұл әрекетін, Кенжебектің өзі де осы әрекетін дұрыс па деп қорқақтап жасады. Бірақ негізінде Кенжебектің әрекеті өте дұрыс. Себебі ол Саматқа ескерту жасады. Егер де балалар өмірде бір ескерту алмаса, үнемі ескертусіз өз бетімізбен жүре берсек, түбінде біз өз құқығымызды дұрыс атқармаймыз, өз міндетімізді дұрыс атқармай, түбінде біз қайда барамыз? Заң алдына баруымыз әбден мүмкін. Осындай майда шүйдеден өмірдің несі бұзылады, өмірдің заңдылықтары бұзылуы әбден мүмкін. Сондықтан өздерінде осы сыныпта бір-бірлеріне көңілдеріне келетін сөз айтпай, бір-бірлеріңді сыйлап, бір-бірлеріне құрмет көрсетіп, міндеттеріңді дұрыс атқара білулерің керек екен. Ол әр сабақта айтылып келе жатыр. Жақсы, Айдана, отырамын. Келесі топ, міндет тобы. Сіздердің тапсырмаларыңыз осы екінші тап неге байланысты тұғын? Салыстырмаласына байланысты, Бізде Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі. Бұл жерде және деген сөз ыңғайлы салылыс. Себебі және деген сөз ыңғайлы салылыс. Және деген шылау және ыңғайлас қатынастық шылау. Ыңғайлас жалғаулықты шылауға жатады. Сондықтан бұл қайсына жатады ыңғайластың? Балауса, жалғаулықтысына жатады ма, жоқ жалғаулықтысына жатады ма? Балауса? Себебі? Бұл жерде және деген шылау көзге көрінді. Жақсы, жарайсыңдар. Және деген шылау өткенде айтқан болатынбыз, сөйлемде бір-ақ рет қайталанады. Бір-ақ рет кездеседі. Жақсы, келесі сөйлем. Екінші сөйлем америкалықтар алғашында адам құқығы туралы сөз қозғаған жоқ, бірақ өздері жоғары бағалаған бостандық туралы айтты. Бұл жердегі бірақ деген шылау қарсылықты салаласқа жатады. Себебі бұл жерде бірақ деген шылау
жалғаушы қатысып тұр. Енді Айдос, осы бірақ деген көзге көрініп тұрғандықтан бұл салаластың қарсылықтың қай түріне жатқызамыз? Жалғаулықсы ма, жоқ жалғаулықсы ма? Жалғаулыққа жатқызамыз. Себебі бізге бірақ деген шылау сөйлемнің ішіне қатысып тұр. Келесі ары қарай сөйлем. Адам құқықтары ең жоғары мәдени құндылықтардың бірі. Өйткені олардың барлық қоғамдық даму процесінің ортасына тұлғаны қояды. Бұл себеп салдар саласы жатады. Себебі бұл жерде өйткені деген шылау бар. Өйткені деген себеп мәнді жалғаулықты шылау қатысып тұр екен. Жақсы, отырауы жарайсыздар. Ал оқушылар, біз бүгін сабағымызды мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Өйткені осы екі тақырып, екі мақсатқа байланысты бірнеше тапсырмалар орындадық. Енді өзін-өзі бағалау әдісі бойынша пікірімізді бағалайық. Ал ата заң тобы құқық тобының жауабына не түсіндіңіздер, не айтты, оқу мақсатына берген тапсырманы дұрыс орындай алды ма? Гүлназ? Меніңше құқықтау барлық оқушылар белсенді қатысты. Сыни пікіріне де көңілім толды. Өйткені бұның мәнді әр мағыналы ретінде жеткізе білді. Бұл жерде мәтінге тоқтала кетейін ба? Мәтінде мектеп қабырғасында болып жатқан, қоғамда бейнені алып жатқан ол оқиға бейнеленген. Соны қандай жолмен шешу керек екенін және оның дұрыс жолы қандай екенін көрсетіп бар мағыналы ретінде түсіндірді. Түсіндіріп өтті, жарайсың, жақсы. Келесі құқық тобы, міндет тобының тапсырма орындауларына қандай баға бересіңдер? Нұрбек? Өте жақсы деген баға береміз. Өйткені біз олардың айтқан жауабынан оқушының міндет сөзінің ұғымын және де салалас құрмаласын жасалу жолдарына, мағыналық түрлеріне тоқталды өтті. Қандай түрлеріне тоқталды? Қарсылықты, ыңғайластық. Сосын себеп салдар осы үш түріне тоқталып өтті. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі міндет тобы, құқық тобының жауапта ата заң тобына жауап өздеріңнің пікірлерін білдірсеңдер. Ата заң тобы қандай тапсырма орындады? Мән беріп отырдық па сабақ үстінде? Ринат? Менің ойымша бүгінгі сабақта ата заң тобы жақсы белсене қатысты деп ойлаймын. Иә. Өз заңның ерекшелігіне тоқталды, заңның бастауына тоқталып өтті. Екінші тапсырмасы бойынша салалас құрмалас сөйлемге байланысты не орындады олар? Сөйлем. Қалай орындады? Көрш, естеген. Осы жерді қылғамыз ау. Бұлар ары қарай кеттік. Ата заң тобына екінші тапсырмасын орындау барысында қандай ой пікірлерің бар? Дұрыс орындады ма? Қандай баға береміз ата заң тобына? Назерке? Мен ата заң тобына өте жақсы деген баға беремін. Өйткені олар екінші тапсырманы өте жақсы орындады. Оларда ыңғайлас пен қарсыласты, себеп салдарды, сөйлемдерді, нағылда сөйлемдерді анықтап аяқтады. Дұрыс аяқтай білді. Сөйтіп, мағыналық түрлеріне сөйлемдерді ажырата білді. Солай орындадыңдар, жақсы отыра қойыңдар, жақсы. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытайық. Біз бүгін үлкен бала құқығы басты құндылық деген тақырыпты өттік. Біздің жалпы бөліміміз адам құқығы мен бостандықтар деп аталады деп жаңа де айттым. Соның ішінде баланың құқығы басты құндылық, себебі бала ертеңгі күні жастар еліміздің болашағы. Кез келген мемлекетте, кез келген ұлтта баланы ертеңгі күні болашақ деп жақсы қадірлеп айтқан істеуге міндеттіміз. Себебі балалар жақсы тәрбие алса, жақсы білім алса, келешегіміз өте жақсы болады деп біздің ата-бабамыз о бастан-ақ мән берген. Енді баланың құқығы баяғыдан айтып өттіңдер, үйде баласыңдар, ал мектепте кімбіз? Оқушымыз. Сондықтан үйдегі міндетімізді де, бала міндетімізді де, бала құқығымызды да, мектептегі оқушы міндетімізді де, оқушы құқығымызды да дұрыс атқарсақ, біз заң алдында жаңағындай өте тәртіпті, тәрбиелі азамат болып өсетіндігіміз белгілі. Үйге тапсырма, оқулыққа қараймыз. Оқулықта 6-шы тапсырмада болады. 6-шы тапсырма деп тұр.
оқушылықты ашамыз оқулықты. 94-ші бетте, 95-ші, 96-ші бетті ашамыз. Бала құқығы басты құндылық дейді. Соның ішінде 6-ші тапсырмаға дайындалып келеміз. Бала құқығын қорғаумен айналысатын халықаралық және қазақстандық ұйымдардың атқарып жатқан жұмыстары туралы ізденіп, презентация дайындаңдадық. Біз презентация емес, есте жазып келейік. Дұрыс па? Біз өйткені есте жазуды жақсы көреміз. Үйге 6-ші тапсырма оқушылар бала құқығын қорғаумен айналысатын халықаралық және қазақстандық ұйымдардың атқарып жатқан жұмыстары туралы ізденіп, есте жазып келеміз. Ал бүгінгі сабақта не білдік? Кері байланыс жасайық. Не білдік? Не түсіндік? Не білуіміз керек? Ал Минас, мен бұл сабақта ата заңның қандай басты ең үшін қандай маңызы бар екенін, және де біз қандай құқықтарды, қандай заңдарды сақтай білуіміз керек екенін, және де біздің міндетіміз не екенін білдім. Және де бір ыңғайлы салас, қарсылықты себеп салдар салас ережесін толық түсіне алдым. Жақсы. Балауста сенің ойыңша? Менің ойымша біз бүгінгі тақырып бойынша міндет сөзін қандай екенін біле алдық, және де баланың міндеті, оқушы міндеттерін жақсы түсіне алдық, және ережелерді де жақсы меңгере алдық. Жақсы. Ыңғайлы саластың қалай жасалатынын, қарсылық саластың не екендігін, жалпы біз құрмалас сөйлемнің осы 3 түріне жақсылап тоқталдық. Енді соны ұмытып қалмаймыз ары қарай. Ал Нұрбек, Ринат, қалай өтті бүгінгі сабақ? Саған ұнады ма? Менің ойымша бүгінгі сабақ керемет болды деп ойлаймын. Өйткені бүгін өзіміздің құқығымызды, міндетімізді, ата заңымызды бәрін білдік деп ойлаймын. Және де кішігірім ережемен де танысып өттік. Кішігірім деп айта аламыз ба, Назерке? Жоқ, біз бүгін ережемен өте жақсы таныстық. Ережені жақсы түсіндік. Біз бұның алдында да сабақта құрмалас сөйлемнің түрлеріне тоқталып отырмыз. Жақсы. Жақсы оқушылар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарына өте жақсы деген баға қоямыз. Сабақта үнемі осылай атсалысып отырайық. Жақсы, сау болыңдар. Үйге берген тапсырманы дұрыс орындап келеміз.